Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз үй жағдайында духовкамызды тазалайтын боламыз. Алдымен менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бізге қажетті 4 ас қасық сода, пищевой содамыз, және де 1,5 қасық ферриміз, одан кейін 1,5 кесе су. Үшеуін жақсылап араластырып, духовкамызды 100 градусқа қойып, суымызды жарты сағатқа қойып қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін губкамен жақсылап сүртіп, жуып аламыз. Одан кейін таза шүберекпен духовкамыздың шет-шетін бәрін тазалап сүртіп алып, әрмен қарай қолданамыз. Рахмет менімен болғандарыңызға. Әрмен қарай менің каналыма өтіп, басқа да видеоларымды көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.